Бәріне сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен тағы да бір керемет пайдалы ақпаратпен бөлісемін. Бүгінгі біздің тақырып бет күтіміне арналады. Бет күтімін бір ингредиентпен тонер, маска және крем жасауға болатынын сіздер білесіздер ме? Ол өте қызық және арзан, қол жетімді және барлық біздің көкөніс сататын дүкендерден табуға болады. Сол өнім не екенін білгілеріңіз келсе, видеоны әрмен қарай тыңдаңыз. Соңына дейін арасында сіздермен лайфхактармен бөлісетін боламын. Ең алдымен сіз менің каналыма подписка жасап, лайк қойып кетуді ұмытпаңыз. Сол кезде менің салған жаңадан видеоларымды өткізіп алмайсыз. Алмаған деген сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздер. Мен сіздерге жауабын видео ретінде түсіретін боламын. Ал маска жасауға кірісейік. Мен сізге айтып өткенде бетке арналған тонерді, масканы және кремді біз бір өнімнен жасаймыз. Ол барлық көкөніс сататын дүкендерден кездесетін шпинаттан. Яғни мен осы кішкене ғана 200 грамм шпинатты 400 теңгеге алдым небәрі. Осы шпинаттың арқасында біз өзімізге пайдалы 3 түрлі маска, крем және тонер жасап алуымызға болады. Шпинаттың сіздер білмесеңіздер, құрамында бізге керек пайдалы минералдар мен витаминдар өте көп. Мысалы ретінде сізге асқазаныңыз, өт жолыңыз ауыратын болса, таңертеңгісін шпинаттан смузи жасап ішсеңіз, асқазаныңыз, өтіңіз жақсы тазаратын болады. Ал одан бөлек косметологтар қазіргі таңда шпинаттан маска жасауды кеңес береді. Шпинаттың құрамында біз іздеп жүрген барлық жаңағы витамин, минералдарға бай болғаны соншалықты, біз осы арқасында жаңағы сыворотка, крем, тонер жасайтын болсақ, біз яғни бетіміздегі қара дақтардан құтыламыз, безеулерден құтыламыз, бетіміздің түсін қалпына келтіреміз, және де ең бастысы ылғалды қылып бетіміздің жастығын сақтауға жақсы көмектеседі. Ол үшін шпинатты бірінші суға жақсылап жуып алып, уақытыңыз болса, жарты сағатқа салқын суға салып қойыңыз. Керек емес шаң тозардан, жаңағы сөреде тұрған кезде жиналған мусорлардан құтылып алу қажет ең алдымен. Ең бірінші тонер жасауға кірісеміз. Сол үшін мен шпинатты жақсылап салқын суда 2-3 қайтара жуып алдым. Ішіндегі керек емес шаң тозардан және мусорлардан құтылу үшін. Жуылған таза шпинатымызды қайнатып алуымыз қажет. Сол себепті ыңғайлы қайнатуға ыдысымызға сумен шпинатты саламыз. Отқа 15-20 минут қайнатып алу керек. 5-10 минут сайын араластырып тұрыңыз. Ал біздің шпинатымыз қайнады, дайын болды. 15 минут примерно мен қайнаттым. Енді дайын болған шпинатты осындай арнайы өзіңіздегі бос ыдысқа құйып қойсаңыз болады. Холодильникта 2 аптаға дейін ұстауға жарамды. Мысалы ретінде мен осындай өзіме ыңғайлы ыдысқа құйып қоямын. Осындай қайнатылған шпинаттың суы жап-жасыл болады. Бұл уже біздің дайын тонер. Жай ғана қайнатылған шпинаттың суы бізге тонер ретінде көмектеседі. Яғни таңертең ұйқыдан тұрған кезде бет қолыңызды жуып болғаннан кейін осы тонерді бетіңізді сүртіп отыратын болсаңыз, тонермен бетіңіз кешке дейін ылғалын ұстап және өзінің табиғи түсін қалпына келтіретін болады. Ал біздің тонеріміз дайын. Енді таңертеңгісін кешкісін бетіңізге сеуіп тұрсаңыз болады. Пайдасы өте көп. Міндетті түрде жасап көріңіз. Енді қалған шпинаттан маска жасауға кірісеміз. Ол үшін біз блендердан оны майдалап, смузи сияқты жасап алуымыз қажет. Сол үшін бірінші шпинат жапырағын салып аламыз және қалған суды бір-бірімен еземіз блендерда. Бұл біздің дайын жасайтын маскамыз бетіміздегі қара дақтардан, пигменттерден құтылуға көмектеседі және де беттің жастығын ұстап тұрады, яғни табиғи сұлулығын ұзақ сақтауына көмектеседі. Ал
Біздің мына кішкене суы мен шпинаттың жапырағын осылай блендерді езуге арналған ыдысқа салып алдым. Енді блендермен жақсылап еземіз. Екінші маскамызға біз міне жақсылап езіп алдық. Енді осыны өткізгіштен өткізіп, суын бөлек шығарып алу қажет. Міне біз енді өткізгіштен өткізген шпинат жапырағын езілгенін бөлек ыдысқа салып аламыз. Өйткені осы неден маска жасайтын боламыз. Міне біздің жапырағымыз осындай мөлшерде шықты. Енді біз осы жапыраққа бетіңіз, егер сізде құрғақ болса, зайтын майын бір қасық қосуға болады. Менің бетім комбинированный дейді ғой, яғни орташа. Сол себепті мен оны қоспаймын, бірақ міндетті түрде табиғи бал қосу керек. Табиғи бал мен шпинаттың қосындысы бетіңізді жылтыратып, ылғалдығын күшейтетін болады. Міне балымызды саламыз. Және де бізге жұмыртқаның сары уызы қажет. Егер сіз менің каналыма подписаны болсаңыз, білесіздер жұмыртқаның бетке қандай пайдасы барын. Астына комментарийда ссылка қалдырып кетемін. Кіріп көрсеңіздер болады, жұмыртқаның бетке қандай пайдасы бар екенін. Міне сары уызды жаңағы шпинат жапырағына араластырамыз. Жақсылап екеуі жаңағы бал мен жұмыртқаны және шпинат жапырағын араластырып алу қажет. Ал біздің маскамыз дайын. Осы масканы аптасына 2 рет жағатын болсаңыздар, бетіңіздегі керек емес қара дақтардан, яғни пигменттерден құтыласыз. Және де түсін қалпына келтіруге болады. Табиғи өзінің ылғалдығын кешке дейін сақтап тұратын болады. Енді біз үшінші кремімізге кірісеміз. Жаңағы біздің жапырағын қоюын бөліп біз өзімізге бөліп алдық. Содан қалған судың сковородкамызға, жаңағы қайнатуға арналған жаңа қазанымызға құйып, бір қасық, ас қасық крахмал салып қоюлатамыз. Яғни ыстық отқа араластырып тұрып қоюлатуымыз қажет. Ал біздің креміміз міне отта осылай қоюланды. Міне қарасаңыздар болады. Осындай қою болғанша міндетті түрде отта араластырып тұрасыздар. Осы дайын болған массамызды ыңғайлы банкаға салып қойсаңыздар болады. Аптасына 2 рет, 3 рет жаққан ешқандай зияны жоқ. Міндетті түрде пайдаланып көріңіз және де холодильникта ұстаңыз. Сізге менің рецепттарым пайдалы болса, міндетті түрде маған комментарияға жазып кетіңіздер. Сол кезде мен сізге одан да көп пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Егер де сізге аромат дейді ғой, яғни иіс қосқыңыз келсе, өзіңіздің жақсы көретін майыңызды ішіне тамызып қойсаңыздар болады. Осындай составтағы крем бізде дайын болды.